білім алу әрбір мұсылман әйелге де еркекке де бұл парыз. Енді білімді қай жерден аламыз деген кезде мешітке барыңыздар. Өйткені мешітте сол Нұр Мүбарак бітірген, медресе бітірген ұстаздардан тікелей сабақ ала аласыздар да. Одан кейін бізде шариғатта жалпы ілімді тікелей бетпе-бет алу керек. Бұл сүннетке сай солай да. Өздігінен өзіңіз кітап оқып, өздігінен өзіңіз интернеттен қандай бүкіл видеоның барлығын қарай беру деген ол қате болады. Оған қоса, қазір әлеуметтік желіде ешқандай шекара жоқ. Сіз білмейсіз да кімнің видеосын қарап отырғансыз. Қай мемлекеттің видеосы, қай ағымның, сектаның бәлкім адасқан ба, ол тура жолда ма, сіз оны білмейсіз да. Барлығын бірдей қылып тыңдап, сосын басыңыз каша болады, басыңыз ботқа болады. Соның әр нәрсені өз орнымен қойып береді, мешітке барып ұстаздан сабақ алсаңыз. Және де интернетте мынандай нәрсе қараңыз. Білімде, мектепте 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сынып деген секілді бар ғой. Интернетте ол білім араласып тұрады да. 1-ші сыныптың тақырыбы да, 10-ші сыныптың тақырыбы да сөйтіп араласып тұрады. Сіз мешітке тікелей сабақ алатын болсаңыз, ол жерде сіздің деңгейіңізге сай сабақ береді да сізге. Потихоньку ақырындап өзінің деңгейіне сай сөйтіп өсесіздер. Tamam? Tamam.